Пайғамбар алейхиссалам айтады, діндегі бауыр жайында, жақсы көретін бауыр дін жайында, Алла субхана ва тағала кімге бір хайырды қаласа, хайыр деген өте ауқымды сөз, оның ішінде бүткіл нығмет бар. Кімге бір хайырды қаласа, оған жақсы досты береді дейді. Yani жанымыздағы араласатын достың өзі жақсы болуы, бұл Алланың бізге берген өте үлкен нығмет екен, субханалла. Yani қанша іздесең де достық негізінде сен өзің таңдай алмайсың. Өткен адам ішінде біз білмейміз ғой. Адамның ішіндегісін білмейсің сен. Саған әдем көріне береді бәрі. Дос болып көріне береді. Бірақ шынайы Алла үшін дос болуды, бұны Расулullah айтып жатыр, Алла Тағала кімге хайырды қаласа дейді, оған салих, тақуа, жақсы, хайырлы оған дос береді дейді. Қараңыз. Дос береді. Кейін ин насия заккараху. Сол досы жаңағы бірдеңені бір ақырет жайында есіне шығарып қойса, бір сауап нәрсені есіне шығарып қойса, ол есіне салып тұрады дейді. Қой, досым, мынау дұрыс емес. Құдайдан қорық. Дұрыс емес, мынау деп Қазақ сөйтіп айтқан, дос жылатып айтады дейді. Не жылатып айтқан достар бағалау керек бауырлар? Дұшпан күлдіріп айтады дейді. Екінші бір сөзіне айтқан ауыз жаман дейді. Омар ибн Хаттаб айтқан ғой, радиаллаху. Кім менің кемшілігімді айтып жүрсе деген, менің кемшілігімді, мен оны өзім өте жақсы құрметті адамға айналатын деп айтқанда ол кісі. Достарды бағалау керек екен. Расулullah айтады, оны Алла Тағаланың сізге берген өте нығметі ол дейді. Яғни хайырлы амал, хайырлы досты Алла Тағала береді дейді. Ол не істейді ол досы? Ин насияху закараху. Ұмытып қойса есіне салып отырады. Не істейді ол? Ва ин закара аанаху. Оны шақырса ол көмектеседі дейді. Бауыр, менде проблем болып отыр. Не айтасың десе, болды деп шаруасын бәрін тастайды да, жүгіріп жанында болады сен. Мен Алла үшін дос болғанда осындай болады, субханалла.